жайында ғана ойланармын. Өзіңдей жанмен көріспеп едім, тұншыққан сырды бөліспек едім. Көзіме қарап ғарыштан келген періштем деді. Өзіңдей жанмен көріспеп едім, тұншыққан сырды бөліспек едім. Көзіме қарап ғарыштан келген періштем деді. Сездірмей дірілдедің, күндедің, жүректі тілімдедің. Жеткендей боп қолам, бір болса деп жолым, мен жай ғана күлімдедім. Жеткендей боп қолам, бір болса деп жолым, мен жай ғана күлімдедім. Өзіңдей жанмен көріспеп едім, тұншыққан сырды бөліспек едім. Көзіме қарап ғарыштан келген періштем деді. Өзіңдей жанмен көріспеп едім, тұншыққан сырды бөліспек едім. Көзіме қарап ғарыштан келген періштем деді. Ақ құсым дедің маған көлімдегі, сүйгенім өмірдегі. Болайық бірге, қонайық гүлге, жүректің төріндегі. Болайық бірге, қонайық гүлге, жүректің төріндегі. Өзіңдей жанмен көріспеп едім, тұншыққан сырды бөліспек едім. Көзіме қарап ғарыштан келген періштем деді. Өзіңдей жанмен көріспеп едім, тұншыққан сырды бөліспек едім. Көзіме қарап ғарыштан келген періштем деді. Міне қандай тамаша. Құрметті көрермен, біздің студиямызда әсем әуенмен әуелеген әнші Марина Әлимханқызы бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет сіздерге. Студиямыздың төріне шығыңыз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте керемет. Әнді орында. Көтеріп қойдыңыз. Мынау әнді орындағаннан кейін тіптен керемет болып кетті. Марина ханым, енді жалпы біз сіздің өзіңіздің шығармашылығыңызбен танысқанда, жалпы сізді шығармашылықта білетін жанның барлығы сізді немерем әнімен таниды. Иә, рас айтасың, Дәл Айдар. осы немерем әнінің тарихына тоқталсақ. Жалпы мен әнді бала кезден орындаймын. Бала кезде енді мектептің белсендісі, сондай қыздардың бірі болдық қой. Сол кездерден бір домбыра тартып бастап үйренген кезім болатын. Бірақ енді уақыты келе бір кездерде бір ағам мені бір неден көрген ғой, экраннан. Ән айтып тұрған кезімде, домбырамен кәдімгі төбемде үкі деген сияқты. Сол айтқан, сен тек қана домбыра тартып бес алады екенсің деді. Сол сөз маған қатты жүрегіме тиіп, содан кейін мен сол домбыраға қайтып жоламай қойған болатын. Бірақ бір уақыттар келе, сол осы телеарнаға келгелі, ол кезде Қазақстан Шымкент телеарнасында жұмыс жасаймын. Коммерция бөлімінде туған күн дегенге тапсырыстар қабылдаймын. Барлық аналар барлық немересін құттықтайды екен көбінесе. Содан бір күні ой келді маған, неге осы? Мен де атамның тұңғышымын. Енді әкем мен әке анамнан жырақ өстім, ол кісілердің қолында өскендіктен енді атамда жасы келген, неге осы мен немере деген бір ән орындап шықпаймын, оны осының экраннан көрсетпеймін деген ой келді. Содан бастап, сол бір кездерде телеарна бірден спутник арқылы 14 ауданға тарайтын болды. Енді менің туып өскен жерім Созақ ауданы Шолаққорған ел болғаннан кейін, сол жерде атам көре алатын мүмкіндік алды. Содан 2 қаңтар күні соны
аяқ астынан жаздырып, енді бұрын сондай эстрада ән жаздырып көрмегем, бірақ жаздырып, бірден жаңағы аса қымбат болмаса да клипін түсіртіп, ауылға барып, құттықтау беріп, сол құттықтауды өзінің төбесінен оқыған мен үшін бақыт болып саналатын болды да. Сол кезде атам, ана апам екеуі көрген ғой. Өздерін жаңағы суретке түсірем деп алып кеткем. Негізі басында видеоға емес, сіздер клипке түсірем деген жоқпын, суретке түсірем дегем. Сіздердің суреттеріңіз көрсет деп ем, жаңағы атам мен әжем бірден екеуі жаңағы телевизордың алдына келіп, өздерін көріп, ана сәт енді мен үшін өте бақытты сәт болды деп айтсам болады. Керемет. Бірден содан ертесіне 3-4 күннен кейін жаңа жұмысқа келсем, көп апаларымыз келіп, ай, кешегі анау Тамара Асардың немере деген әні бар еді ғой, соны қой деп қайта-қайта маған қолқа салып жатыр. Сосын мен айтам, Тамара Асардың деген қандай әні бар? Бізде Заттыбектің әні бар, Хадишаның әні бар, немерем деген енді басқа ән жоқ деп, анау нені айналдырып қарасақ, кешегі өткен эфирімізді, сөйтсем ол менің әнім екен да. Қандай тамаша. Содан бірден енді білмеймін, анау экраннан күніге көріп жүргеннен кейін ба, әлде шын мәнісінде халыққа ұнады ма екен, тапсырыстар көп түсетін болды. Сол арқылы таралып кетті. Керемет. Ал енді жаңа бала кезіңізге саяхаттадыңыз. Бала күннен бері өнерге әуес болып өстім деп жатырсыз. Ал енді дәл осы өнер сізге кімнен дарды? Өз жұртыңыздан немесе нағашы жұртыңыздан? Иә, мен негізі атам ән айтатын кішкентай кезімде. Анау Мариям Жагор деген сияқты соны айтып жүретін. Соны бір күндері осындай бір жарысқа қатыссам, өлең шығарып беретін арасында. Енді шындығына келгенде қай атамнан тараған білмеймін, бірақ жалпы біздің өзіміздің әулетімізде ән айтушылар көп. Ән айтады, домбыра тартады деген сияқты, бірақ енді оны сол кездерде қолға алмаған ғой. Жаңағы өнердің осындай бір несі бар екен деген сияқты аса мән беріп қарамаған деп ойлаймын. Сіз енді қиын кезеңдердің бірі де болды. Иә, сондай болды ғой. Содан солай. Ал енді жалпы домбыраға келгенім, жаңа бір сөзімде айтып өттім ғой. Бір күн мектепаралық жарыс болатын болды, біз лагерьге жіберетін болды бала кезде. Лагерьге барсам, енді барлығы енді бірінші орын алып жүргеннен кейін адам үйреніп қалады ғой. Міндетті түрде біздің тобымыз бірінші орын алу керек деп барғам. Сөйтсем қарасам, басқа топтағылар алып кетті. Неге десеңіз, өйткені ол жерде домбыра тартушы бар екен арасында. Сол мен деген келесі жылға қатты дайындалып, жаңа домбыра тартылмағанымды намыс көріп, ауылға келіп домбыра үйренейін десем, апам бермейді. Керек емес, оның алдымдағы әпкем домбыраға сабақ береді, негізі қазір ол кісі. Енді домбыраға кішкентай жас кезінен барған ғой. Үйде бір домбырасы жетеді, сен бармай-ақ қой деп. Содан анау енді қайдан менен отырғызбайды ғой. Ішінен жарып шығып тұрғаннан кейін. Мектепте Жанғали Мемандосов деген кісі бар, сол кісі маған үйретіп, осы енді нота болмаса да былайынша үйретті да. Сол арқылы үйреніп, келесі жылы лагерьге барған соң бірінші орынды алып келдім ғой. Керемет. Қандай тамаша. Бір жеңілістің өзі адамға бір үлкен серпіліс беріп тұр. Енді жеңілісті де көрмесе, жеңілістің адам дәмін сезбей қалады дейді ғой. Сезбейді, иә, дұрыс айтасың. Ал енді қазіргі уақытта шығармашылығыңыз қалай болып жатыр? Репертуарыңызда қанша ән бар? Қазіргі уақытта негізі 15-20 әнім бар. Бұрын соңды мен енді телеарнада жүргеннен кейін әнге онша көңіл бөлмегенмін. Енді басқа күнделікті келіп жүрген ақындар, жазушылар өздерінің әндерін ұсынса, солардың әндерін орындап жүреді екенмін. Кейін бір Астанаға барып, өзім бір сондай ой келді. Неге мен өзімнің жалпы қандай менің стилім деген сияқты, мен қандай әндерді жақсы көремін деп. Негізі домбырамен ән айтсам, бір жақсы бір орындап, бір сондай жүректен шыққан әндер айтамын да. А былай эстрадамен айтсам, бір жаттанды сияқты бір сондай әндер кетеді екен. Сонымен менде ізденіс басталды. Сол Астанаға барғаным мен өте жақсы болды. Өйткені уақытым көп болды ма екен білмеймін, бірақ сол жаңағы ақындық өнеріме, осы сазгерлік өнерімнің бар екенін де сол жақтан білдім. Содан жаңағы әнге ден қоя бастадым. Енді қазіргі таңда өзімнің шығарып отқан 15-20 әндерім бар. Оларды бір жақсы орындаушыларға берсем деген жоспарым да бар. Құдай қаласа бейнелеп түсіреміз. Ал енді Марина ханым, той халықтың қазынасы деп жатырмыз. Негізінде өнердің дамуында алғы шартында ол той тұрады бірінші орында. Сіз енді әндеріңіз тойда орындайсыз ба? Иә, міндетті түрде енді ол. Қай ән сұраныста қазір? Ән айтпасаң болмайды ғой негізі. Сұранып тұрады ғой өзі. Сұранып тұрады. Енді сен енді жаңағы немерем арқылы танығаннан кейін адамдар көргісі келеді, тойға шақырады енді. Тойға бармасаң да болмайды, өйткені сен өзің барғың келіп тұрады. Өйткені өнердің адам болғаннан кейін сол жерден бір ләззат аласың. Яғни сүйікті мамандығың дейді ғой, сол ісің саған шабыт береді.
Дәл қазіргі уақытта қыз ұзатуға шақырады. Көбінесе ортаға айтамын, билетеміз. Енді тойға қандай әндер керек, жалпы сол әндердің бәрін айта береміз ғой. Солай. Жалпы негізі өмірін өнермен өрнектеп жүрген жанның әрқайсының тек негізгі бір арманы бұл әрине өзінің сара жолын, дара жолын қалыптастыру. Ал бұл дара жолды қалыптастырып, ол әншінің әндерінің де атының да өлмейтініне бірден бір куәгер, ол әрине шәкірт болатыны белгілі. Шәкірт тәрбиелеу ойда бар ма? Немесе бір мені дәл осы бір өнерге баулысаңыз деп ұсыныс тілек білдіріп жүрген жандар бар ма? Иә, ондай жандар болды, бірақ дәл қазір жалпы жоспарда бар алдағы уақытта. Бірақ дәл қазір дайын емеспін. Өйткені мен әлі ән әлемінде өзіндік орнымды қойдым деп есептей алмаймын. Сондықтан менің әлі жасайтын жұмыстарым көп. Мен бірінші өзімді шығаруым керекпін. Жан жақты, содан кейін барып мен шәкірттерді қосып аламын болашақта. Енді дәл қазір деп жатырсыз. Ал дәл қазіргі уақытта шығармашылығыңыз шет қалып қойды деп ойламайсыз ба? Өзіңіз басқа салада қызмет етіп жатырсыз. Жоқ, ол шет қалу мүмкін емес қой, ол жүрекпен келетін нәрсе екен да. Бұрын мен ойлайтынмын, неге осы бір тойларда мені әнші деп шақырса, мені әнші деп шақырмаңыздар деп. Сонда не деп шақырамыз дейді ғой енді. Өйткені жаңағы бала кездегі установка екен, ағамның сөзі екен, сен жаңағы ән айтып жүріп бес алғансың деген, сол намыс көрдім екен, содан мен әнші болғым келмейді деп айтатын. Бірақ кейіннен бүйтіп өмірді сүре бере, көре бересің деген сияқты. Бір басында бір келеңсіз оқиғалар, сондай жағдайлар өтті. Сол кезде барып түсіндім, мынау сен Құдайдан берілетін қасиет адамға ол кез келгенге берілмейді екен. Егер сен оны бермеймін, бұны жаңағы мамандығымды басқа жаққа бір ауыстырамын, мен ән айтпаймын, басқа бір салада кәсіпкер боламын, басқа десең, ол сен жолың жабыла береді екен да, ол дұрыс емес екен. Құдай адамға қабілет берді, сен ол қабілетті әрмен қарай елге беруің керек екен. Тұншықтырмау керек. Одан ары қарай алып жүру керек екен да. Негізі шығармашылық жанның да бір өзінің музасы, табиғаты ерекше болады ғой. Хореографты қарайтын болсақ, суретшіні қарайтын болсақ, әншіні қарайтын болсақ, әр қайсының қиялы бір шексіздікте жатады. Ал енді шығармашылықта жүргеннен кейін әрине ізденіс болады, алдағы бір жаңалықтар дейтін бір күтіп тұрған жаңалықтар болады. Ал енді сіздің тыңдарманды, біздің көрерменді алдағы уақытта қандай жаңалықтар күтіп тұр? Біздің көрермендерімізді Құдай қаласа деп айтайын. Дәл қазіргі уақытта 4 әнім берілді. 4 әншіге сол әндерден жауап күтіп отырмыз. Солардың аранжировкасы жазылып, неге эфирге шығу керек. Жалпы клип түсіру керек қой, бейне клип түсіру керек. Соны күтіп отырмыз. Одан бөлек маған өзіме арнап бір ақын жазушы ағамыз бар, Семейде тұратын Қайрат Ахмер деген. Сол кісі бір сөзін жазған екен. Әлбек деген кісі Алматыда бір әнін жазып, жақында Марина Жан деген бір ән шыққалы жатыр. Қандай керемет? Ән өте керемет, маған ұнады. 4-5 сазгерге беріп көрген ғой енді, бірақ енді 4-5-еуінің де несі өтпеген болу керек. Бірақ соңғысы сол Әлбек ағандық өтті деді ғой. Сонымен сол әніміз жарыққа шығу керек, жалпы әндердің бәрі жарыққа шығу керек қой. Құдайдан берген қабілет, Құдай өзі жаңағы бізден соның орынбасар болып келгенбіз ғой адамдар. Құдай өзі жаратушы болса, бізде елге өзіміздің ішімізден шыққан нәрселерді жаратып беруіміз керекпіз да. Керемет, 20 ғасырда Фариза қыз, Фариза жан деп жырлап жүрсек, ал енді 21 ғасырда неге Марина қыз деп жырламасқа, иә? Тамаша болар еді, сондай болса. Ниетке байланысты ғой бәрі. Әрине. Ал енді жалпы алдағы уақытта енді жоспарларыңызбен бөлісіп отырсыз. Бейне баянда түсіруді жоспарға қолға алып отырсыз. Ал енді жаңағы 4 әншілер сізге ұсынысты өзі білдіре ме, жоқ әлде сіз өзіңіз саптап аласыз ба? Мен өзім сараптағым келіп тұр. Өйткені мен өзім жазып отқан әндерім өте жақсы. Сөзінде жазам, бірақ бір күні мен осы ковидтің кезінде ең осы немерем әннің авторы Жалғас Кеңес деген кісі болды. Қазір ол кісі марқұм болып кетті. Сол кісімен осылай сұхбаттасқан кезде ол кісі айтты, жоқ Марина, сен тек қана ән шығар, сөздерін басқа біреулерге бер деді. Ол сен үшін ол қолайлы болады деді. Содан кейін сол күннен бастап мен уже әндерімді қазір сараптап отырмын. Сөздерін басқа біреулерге бердім. Енді ол құпия болып қалсын, Құдай қаласа, жарыққа шықса, міндетті түрде бөлісеміз. Керемет. Ал енді жаңа өзіңіз айттыңыз,
мені қыз ұзатуларға шақырып жатады деп, Иә. тойларда да бой көрсетіп жатамын деп жатырсыз. Ал енді біз бүгін көрермендерімізге бүгінгі жалпы қазіргі қоғамдағы тойларға қандай өзгеріс қажет деген сауал жолдаған болатынбыз. Сіздің жауабыңыз қандай болады? Менің жауабым айтатын едім, дәл қазіргі қоғамға осы той саласына өте үлкен өзгеріс керек. Өйткені мен өзімнің тұрғым жаңағы, енді сол жерге қонақ болып отырғандағы көз қарасымен қараймын да. Адамдар сонша, мысалы, әсіресе қыз балалар сонша киім алады, дайындалады, әдемі болып барады. Ол той басталғанша 1-2 сағат уақыт өтеді. Одан енді бір шығып бір билейміз ба, көңіл көтереміз ба деп жатсаң, анау деген тос деген бітпейді. Енді шынын айтсам, өте шаршаған ғой. Бұлай қалтасынан да шаршаған адамдар, жалпы тойға барудан да шаршаған деп ойлаймын енді. Бірақ ол мен үшін тиімді ғой, әрине, мен тойға барған жақсы көремін, өйстіп ән салып жүрген жақсы көремін. Бірақ ана адамдардың сол той жасап жатқан той иелерінің өздерінің соншалықты бір қобалжып тұрғандарын көріп, ананың үстіне шапан беруіміз керек, мынаға мынандай ақша бер, ол өздері тойдың сезіне алмайды, өзінің той екенін сезіне алмайды да. Ал мен ойлаймын, ондай жасампаздықтың керегі не деп та. Шынай болған дұрыс қой, барлық нәрсенің. Сол үшін біздің дәл қазіргі қоғамға бір сондай бір ерекше өзгеріс керек. Өйткені мынау ұзын сонар тос тілек айту, ол адамды ығырын шығарып жібереді да. Оның бәрін тоқтату керек. Барса, адам тек қана көңіл көтеру үшін, енді қалтасына да бәрі жайдан жай бармайды ғой, той анасын салып барады, той анасын салып барса, олар күнделікті концертке барып атқан жоқ, өздерін көріп атқан жоқ. Сол себепті жаңағы тойды бір концерт сияқты қылып жүргізіп, бір сондай бір іштерінде бір көріністер қойғызып, бір сондай бір тосын сыйлар жасау керек та. Ана апаларға дейін, аталарға дейін тұрғызып алып, оны сөйлетіп, сосын отырыңдар дегізіп, оның не қажеті бар деймін. Ана адам отырады, тұрады, былайынша сырт көзбен қарап тұрған кезде, ол таза жасампаздылық қой. Ешқандай ол уже адамдардың барлығы шаршады, тойды деп айтса болады, былайынша айтқан кезде. Сол себепті басқаша тойға өзгешелік керек. Демек, тойда әнге, биге, көрініске аса қатты мән беру керек. Иә. Жаңа бізден Түркиядан, Анадолу елінен ханым қосылды. Ол жерде Түркияда бір ерекшелігі, біздікінде аса көк дастархан жайылмайды екен, тек жаңағы бірінші, екінші ас деп қойылады, және де біздікінде тілек айтылмайды деді. Біз билейміз, көңіл көтереміз деп, бір ерекшелігі сол болып тұр. Маған шын айтсам, өзіме мынандай бір ой келеді да. Жалпы мынау шетелмен, осы шетелдің тойларымен, қазақтың тойларын бір-бірімен салыстырмалы түрде ортасына алған дұрыс-ау деп ше. Өйткені шетелде енді кім біреуге тілек айтқысы келсе, пәлен деп ортаға шақырмай-ақ, жаңағы бір бокал суын ұстап алып, соның жанына барып айтады да, мен сізді шын мәнісіне құрметтеймін, сіздің осындай адам екеніңізді білемін, бүгінгі сіздің тойыңызға қуаныштымын деген сияқты бір шынайы тілек айтады да. Егер қатты тілек айтқысы келіп бара жатса, ортаға шығады ғой, ортаға шығып барып осылай айтқан дұрыс деймін, ойлаймын да мен енді. Сосын аста көк дастархан, не деген дастархан деймін, не деген ысырап, былайынша айтқанда. Ол желінбейді да. Өйткені неге десеңіз, тамақ мынау 3-ке бөлінеді ғой, таңғы асты өзің іш, түскі асты досыңа бер, кешкі асты жауыңа бер деген. Ендеше кешкі асты 6-дан кейін аз ішу керек. Өйткені асқазан жай қорытылады да. Ал бірақ неге десеңіздер, біздің жаңағы өзіміздің қазақ менталитетте барлық нәрсені кешке қояды. Ана жерде ет тұр, ана жерде бәрі тұр, оның бәрін ішіп қортамайсың, көзбен тоясың, үйге қайтып, сосын ертесіне ойланып отырасың. Ана тамақты кеше бекер жемеген екенмін деген сияқты да. Сол негізі дұрыс емес қой деймін да. Одан да кешкісін жаңағы шетелдің тойлары сияқты фуршетный стол, өздері не жегісі келеді, жеміс жидек, мысалы мен тойға барғанда тек қана жеміс жидек жеймін, ұялам, шын айтсам, бейт бәрін жеп солай отыруға. Сол үшін жаңағы адамдар кетеді дағын, одан кейін жаңа ақ пакет, көк пакеттерін ұстап шығады ғой, алып кетуге да. Енді сол ысырап емес немене деймін да. Былайынша қарағанда, он кредит алып той жасайды. Одан да бір жаңағы біреу үшін емес, өзің үшін жасаған дұрыс қой. Марина ханым, енді менен бір сауал болсыншы. Жалпы кинода жүрген актерлар, бұл әрине біздің жалпы өнеріміз халыққа ұнайды деп өз-өзіне сенімділік білдіріп жатады. Бұл енді әрқашанда адамға ең бір күш қуат беретін, көздеген межесіне жеткізетін бұл әрине сенімділік қой. Сондықтан да әрбір актер мен Оскарды алсам дейді,
ғылым академиктердің барлығы мен Нобельді алсам деп жатады. Десе де енді адамдардың әр қайсысына берілген бұл ең үлкен марапат, бұл Алладан берілген оған дарын. Иә. Ал енді сіз үшін өнердің ең биік шыңы қандай? Қалай болмақ? Өнердің биік шыңы, айттым ғой, дәл қазірде жоспарымда ән, бір концерт беру, одан кейін кино саласына өту, жалпы болашақта. Өзім бір киноға түскем, 2014 жылы «Тәуекел» деген. Сол кезде мен өзім сезіндім да, негіз мен өзім актерлік қабілетім бар екенім. Сондай бір керемет концерт берсем деймін. Ол концерт жай күнделікті бір кейбір адамға ән айтатын қабілет береді, кейбір адамға ақындық береді, кейбір адамға жазатын қабілет береді. Бұл жерде қарап отырсам, сол әр адамда бар қабілет мен бойымда бар екен да. Сол үшін мен соны әрмен қарай дамытып, басқаша бір болмаған сондай бір концерт бергім келеді елге. Оның ішіне поэзиясы бар, оның ішіне жаңағындай көрінісі бар, актерлық көріністер қоятын, кәдімгі немен бастайтын, домбырамен бастайтын, дәстүрлі әні бар, эстрад, бәрін жиып қосқан сондай бір керемет режиссермен ақылдаса отырып сондай концерт түсіргім келеді. Одан кино. Керемет. Енді Марина ханым, сізге дәл осылай біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз, шығармашылық шабыт тілейміз. Алла расуларыңыз жетер жетістіктеріңіз көп болсын. Мынау бір 5 күні ғұмырдан бақытқа сен де жетерсің күнде, бақытты күнде туылған. Жарыққа шыққан балапандайсың, көзіне күннің қанбаған. Сүйкімді тәтті алақандайсың, сен аман болшы жан балам. Жарыққа шыққан балапандайсың, көзіне күннің қанбаған. Сүйкімді тәтті алақандайсың, сен аман болшы жан балам. Бұлдырап сөйлер тіліңде сенің, өзіңе